Қайырлы күн балалар. Бүгін біз сіздермен Activity Book'тың Part 2, екінші бөлім Lesson 3, үшінші сабақты өтетін боламыз. Exercise 1, бірінші жаттығу назар аударамыз, я? Бірінші жаттығуда бізде не дейді? Мына әріптерді араластырып берілген, соны ретімен келтіріп жазып, және мына суретке қарап, сол сөзді суреттегі мына варианттарын қойып шығуымыз қажет, я? Біріншісінде көрсетілген мысалы rulers деген бізде аудармасы қалай? Бізде сызғыш, я? Міне сызғыш яғни Б деген әріпті мына жазамыз, B деген әріпті. Енді келесін қараймыз, я? Қандай сөздер болып тұр? Notebook, я? Notebook деген дәптер. Қараймыз. Бізде дәптер қай вариант? C варианты, я? Яғни мына жерге C деп жазамыз. C. Мына жерге notebook деп жазамыз, я? Notebook. 1, 2 болып тұр, яғни S жалғаймыз. Notebooks. Үшіншісі school bags деп тұр. Сумка, я? Бұл жерде сумка бізде мынау, я? A вариантын белгілейміз. A. Мына жерге жазамыз school bags деп. Келесі 4. 4-те бізде desks деп тұр. Desk деген бізде парта, я? Парта деген бізде E варианты. Мұнда жазамыз desk. Келесі бізде мына жерде қай әріптер, қай сөзде бар әріптер? Pencil, я? Pencil деген бізде қалам, яғни F варианты. F деп жазамыз. Мұнда жазамыз pencil деп. Келесі бізде sharpeners дегеніміз ұштағыш, я? Суретте D варианты. D варианттың қоямыз, мына жерге sharpeners деп жазамыз. Бірінші жаттығуымызды аяқтадық. Түсініксіз болса, сұрақтарыңыз болса, жазсаңыздар болады. Міндетті түрде жауап беремін. Екінші exercise 2. Read then tick the right picture дейді. Оқып, дұрыс суретті белгіле дейді. Мұнда көрсетілген мысалда this is a ruler. Бізде this деген бір зат жақында тұрса this деп айтамыз, я? Мұнда бір зат жақында тұр. This, яғни дұрыс варианты A. Келесі 2-ні қараймыз. Those are pens. Мұнда those деген бірнеше зат алыста тұрса, я? Those, яғни бұл бізде алыста тұрған B варианты, я? B вариантын белгілейміз, птичка қоямыз. Үшіншісінде that is rubber деп тұр, я? Бір зат алыста тұрса бізде не дейміз? Бір зат алыста тұрса that дейміз, яғни B вариантын белгілейміз. These are sharpeners. Ұштағыш, я? Екі зат жақында тұрса this дейміз, яғни мына жақында тұр A вариантын белгілейміз.